Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгін біз автомаркет 12 деген көлік сататын автомаркетке келдік. Автомаркеттегі көліктердің бағалары қандай болып жатқанын білейік. Ал сіздер каналдың дамуына үлес қосу үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырсаңыздар болады. Бұл арнаның ары қарай дамуына өте жақсы ықпалын тигізеді. Сонымен кеттік көрейік. Алдарыңызда Honda Accord 2019 жылғы бензин дейді, объем 2. 79.283 км жүрген, 14 миллион сұрап тұр. 10% первоначальный взнос салу арқылы банктерден алуға болады екен. Қасында Camry тұр, 50 2015. Пробег 173.420. 11 миллион 800 мың теңге сатып тұр екен. Бұны да 10% первоначальный взнос төлеу арқылы, банк арқылы оформить етуге болады. Toyota Corolla автокөлігі 2022 жылғы бензин 1.8 дейді, объем. Пробег 72 км дейді. Жүрмеген 12 миллион 950 мың теңге. 10% первоначальный взнос және мына банктер арқылы. Центр кредит, Береке банк, Евразийский банк, Freedom Finance, Сапа Digital Finance деген бермен сотрудник етеміз деп жазып қойыпты. Оның қасында тағы да Camry тұр. 2012 жылға Camry газ бензин, объем 2.5. 8 миллион теңгеге тұр. Kia K5 2021 жылғы, объем 1.6, 82 мың пробег жүрген, 13 миллион теңге. Так, тоже 10% первоначальный взнос төлеу арқылы банк арқылы алуға болады. Мына жерде Hyundai Sonata 2020 жылғы, 35 мың пробег жүріпті. 11 миллион 700 мың теңгеге. Так, міне оның қасында тағы бір Camry тұр. 2016 жылға. 150 мың пробег жүріп тастапты. 10 миллион 700-ге. Мына Camry'дің бағасын қарайық. 9 миллион теңгеге тұр екен. 2014 жылға. Объем 2.5, 126.800 миль дейді. Оның қасында мұндай Lexus тұр. Lexus GS 250, 2013 жылғы, объем 2.5, 1.68 мың жүрген, 12 миллион 200 мың теңге. 70-ка 2020 жылғы, объем тоже 2.5, 34 мың километр жүріпті. 14 миллион 200 мың теңгеге. Так, оның қасында BMW X-Drive дейді, 428i 2014 жылға, бензин, объем 2.68 мың жүрген, 11 миллион 200. Саптыр, бұнда банк арқылы алуға болады. Бұл купе вариантында екен. жылға 42 мың пробег жүрген, 9 миллион 250 мың теңгеге дейді. Так, оның қасында Kia Cerato 2015 газ бензин дейді, 115 мың жүрген, 7 миллион 650 мың теңгеге дейді. Бұның барлығын банк арқылы оформить етуге болады екен. Hyundai Accent 2019 жылға, объем 1.6, 7 миллион 650 мың теңгеге. Тағы бір Hyundai Accent тұр. Бұл енді ескілеу 2014 жылға, 160 мың пробегте, 5 миллион 500 дейді. Алдынан қарағандағы көрініс. Elantra 2021, объем 2.48 мың жүргеніне. Телефон нөмірлері екен. 12 миллион 200 мың теңгеге.
Так, мына жерде тағы бір Элантра тұр. 2021 жылға 9 миллион 500-ге дейді. 44 мың жүрді. Рено Логан тұр. 2020 жылы 70 мың пробегте екен. 5 миллион 950 мың теңгеге дейді. 2017 жылға 8 миллион 350 мың теңгеге 73 мың пробег. Не жабыстырған ба? Кезінде. Так, оң қасында Астра тұр. 98 жылға газ бензин дейді. 2 миллион 950. Бұл да банк ақпыр өтеді, е? Так, бұл да өтеді екен. Так, оң қасында Круз 2013 жылға газ бензин 140 мың пробегте 4 миллион 600 дейді. Универсал тұр еще. Так, оң қасында Сараковка. Қанша дейді бағасы? 6 миллион 650 мың теңгеге дейді. Объем 3,5, 3,5. Камри 3,5 деп. Міне Hyundai Solaris, акцент қой. Газ бензин 4 миллион 900 мың дейді. 184 мың пробегте. Так, оң қасында Nissan Tiida ма? Nissan Tiida 2007 жылғы 3 миллион 700 мың дейді. 305 мың жүріп тастаған жүр. $10 миллион 600 мың теңгеге дейді. Мынау 50-ка. Camry 50-каның бағасы 8 миллион 850 дейді. 2014. Объем 2,5. 76 мың 100 миль дейді.